Қайырлы күн қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Лаваштан бörек жасадым. Жұмсақ әрі дәмді болып шықты, балаларыма ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге лаваш қажет болады. Мен осы пакеттегі лавашты пайдаландым. Ішінде 5 штукты да пайдаланып, бәрін жасадым. 3 бұрыштап кесіп аласыздар. Бұрыштап кесіп алыңыздар. Лаваш қазір кез келген жерде сатады. Осындай сырды пайдаланамын. Осы бір үлкен сырды алып қоямын. Көпке жетеді маған. Дәмі де жақсы. Осылай ұзынша турап алдым. Осылай бұрыштап орайтын боласыздар. Тура видеодағыдай. Жаныңызға су алып қойыңыздар. Шетіне суды жағып, кішкене ұстап тұрсаңыздар, өзі жабысып қалады. Тез жасалады. 5-ақ минутта жасап тастауға болады. Ең бастысы үйде лаваш пен сыр болса, тез жасап тастайсыздар. Міне өте әдемі болып шығады бір жағынан. Столда да тұрғанда әдемі болып тұрады. Міне осылай жинап аласыздар. Бір пакет лаваштан осындай шықты менде. Қызып тұрған майымызға жұмыртқаға араластырып салатын боламыз. Жұмыртқаға араластырмай салсаңыздар да болады. Ол кезде ол қатпарлы болып шығады. Ал жұмыртқаға араластырсаңыздар өте жұмсақ болып шығады. Екеуінің дәмі екі түрлі болып шығады. Оны да көріңіздер, екі түрлі жасап. Қатты қызартпайсыздар, көп ұстамайсыздар, өйткені ішіндегі сыры еріп, шетінен ағып кетеді. Сондықтан кішкене ғана сарғайғанша ғана ұстайсыздар. Сыры ағып кетпесін. Міне осындай сап-сары болып менде шықты. Өте әдемі әрі ерекше болып шықты. Қыздар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, рахмет.